Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін мен сіздермен өз басымнан өткен күнделікті өміріме үлкен жеңілдік әкелген бір табиғи әдетпен, яғни қоспамен бөліскім келеді. Менің арнам денсаулық пен табиғилыққа арналған өз басымнан өткен пайдалы дүниелерді осы арнада бөлісіп жүрмін. Лайк басып, қолдап, тіркеліп кетіңіздер. Мен күнделікті өмірде дәрумендерді көп қабылдамастан бұрын осы бір қоспаны жасап күнделікті қабылдап жүрмін. Өте әсері өте мықты болды. Сондықтан да сіздермен бөліскім келді. Мен күнде кепкен өрік, жаңғақ, асқабақ дәні, мейіз және балды араластырып, ет тартқыштан өткізіп қоспа жасадым. Көк шаймен қансыз әдемілеп тәттілердің орнына осы қоспаны ішіп отырсаңыз, әсері өте көп, молынан болады. Яғни біздің ағзамыздағы токсиндерді, бауырды тазалауға осы қарапайым қоспаны әдетке айналдырғаннан кейін ең алдымен желкемнің ауырсынуы басылды. Жиі мазалайтын бас айналу да жоғалды. Тамақ ішкенде бұрынғыдай ауырлықты сезбейтін болдым. Яғни қандай асты ішсем де, оны жеп алғаннан кейін түнгі ұйқым тынышталды десем де болады. Асым дұрыс қорытылатын болды. Ішім желденіп, кебуді тоқтатты, ішімді мазаламайтын болды. Қолым мен аяғым әсіресе өкшенің жарылуы, қол аяқтардың жарылуы, осы сезімдерде басылды. Терім, әжімдердің тегістелуі, бет келбетіңізде әдемі қалыпқа келеді. Тіпті шашымды бояған кезде де, бір жуған кезде шаштың тез ағарып қайтадан шығуы, яғни шаштың өзі бояған химикаттардың өзін ұстамайтындай халге жететін жағдайлар болады. Көптеген жандардың осындай бір проблемасы бар. Сондықтан да осыны жегеннен кейін де ондай байқалмайды. Сол күйінде шаш бояуыңыз жақсы ұстап тұрады. Түнгі уақытта немесе күнделікті уақытта арқаның, дененің, шаштың қышуы да басылады. Тек керемет қоспа. Бұл бір күннің, бір аптаның емес, күнделікті күтім мен табиғи тағамның нәтижесі. Тек қана өзімдегі болып жатқан пайдасын тигізген дүниені сіздермен шын жүректен бөлісіп отырмын. Табиғи тағам дәрі емес, бірақ ағзаның өз қалпына келтіруге көмектесетін үлкен күшке ие. Көкшай ағзаны тазалайтын, зат алмасуды жақсартатын табиғи сусын. Оған кепкен өрік, мейіз, жаңғақ, асқабақ дәні және балды қосқанда пайдасы бірнеше есе артады. Көк шай ағзаны тазартады, қан айналымды жақсартады, сергітетін, көңіл-күйді жақсартатын, жеңілдік беретін көрсеткішке ие. Кепкен өрік калийге бай, жүрек пен қан қысымына пайдалы, ішек жұмысын реттейді. Мейіз қуат береді, қанға пайдалы, әлсіздік пен шаршауды азайтады. Жаңғақ ми жұмысына пайдалы, есте сақтау қабілетіңізді күшейтеді, иммунитетті қолдайды. Асқабақтың дәні ішекке пайдалы, желденуді азайтады. Асқазан ағзаны іштен тазалауға көмектеседі. Бал табиғи қуат көзі, асқазанға жеңіл және дәмін де пайдасын да арттырады. Асқабақ дәні ішек паразиттеріне қарсы ас қорытуды жақсартады, ішек микрофлорасын қолдайды. Мейіз ішекке жұмсақ тазартуды әсер етеді, іш қатуды азайтады, пайдалы бактерияларды көбеюіне көмектеседі. Бал асқазанның жарасын жазуға көмектеседі, қышқылды төмендетеді, ішекті тыныштандырады, пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Бұл тағамдарды бірге қолданғанда ағзаны жан-жақты күшейтеді, себебі ол бір-бірінің әсерін толықтырады. Төмендегі адамдардың денсаулығы мен ағзадағы қызметін қалай арттыру жүйелерін көрсетемін. Бал кепкен өрік, мейіз табиғи глюкоза береді, энергиясын арттырады. Жаңғақ асқабақ дәні пайдалы майлар мен минералдарға бай. Ол яғни иммунитетті күшейтеді. Жасушалар жақсы қоректенеді, ағза тез қалпына келеді, шаршауды азайтады. Қан айналымын жүрекке әсері
өте мол, калий, кепкен өрік, мүйіз, жүрек жұмысын тұрақтандырады. Омега майлар жанға қан тамырларын қорғайды. Қан жақсы айналады. Ми, жүрек, бұлшық етке оттегі көп барады, яғни мидың қызметін жақсартып, дәл қазіргі уақытта адамдардың бас ауруы, желкенің қатты ауырсынуы, мойынның ауырсынуы, ми қызметінің дұрыс жұмыс жасамауына көптеген әсер, қанның айналымы дұрыс болмағандықтан осы әсерлер болады. Сондықтан да осының барлығын жақсартып, ауырсынуды басатын керемет құрал деп айтсам да болады. Асқазан мен ішек қызметінің талшықтары ішекті тазалайды. Бал пайдалы бактерияларды көбейтеді. Яғни бұл пайдалы бактериялар көбейген кезде бізде көптеген ауруларды жоюға болады. Асқабақтаны паразиттерді тежейді. Осы паразиттер бізде көптеген дәрумендерді қабылдаған кезде ағзамызға дұрыс сіңбей жатады. Сондықтан да осы паразиттерді тежейтін асқабақтаны болғаны дұрыс. Ас дұрыс қорытылады, яғни дәрумендер толығымен сіңеді, иммунитет күшейеді, антиоксиданттар қабынуды азайтып, мырыш, асқабақтың дәні қозғалыс жүйемізді, яғни энергия беріп, саулығымызды нығайтатын керемет күшке ие. Бір айта кететін жайт, осы заттардың зат алмасуды ішек жақсы жұмыс істеген кезде метаболизм жылдамдайды, яғни артық қалдықтарды шығарады, салмақ реттеледі, ісіну азаяды, жүйке жүйесі мен ұйқы тынышталады. Дәл қазіргі уақытта көптеген жандардың ұйқысы бұзылып жатқаны мәлім. Сондықтан да магний, В витаминдерінің жүйкені тыныштандыратын қасиетке ие. Қан тұрақты болған кезде ұйқы жақсарады. Қан айналымы дұрыс болған кезде ұйқымыз одан да жақсарады. Стресстер азаяды, көңіл күйді көтеретін қасиетке ие. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, пайдасы зор. Ең басты байлық денсаулық, денсаулықтарыңыз мықты болсын.